Бүгінгі тақырыбымыз қант қызылшасы өнімділігін арттырудың заманауи агротехнологиясы. Топыраққа қойылатын талаптар. Тасы болмау керек, ең басты талап. Сосын жер жақсы жыртылған, қопсытылған болу керек. Қара шіреге мол, яғни біз енді топырағымыз күлгін топырақ, серозем дейді. Қара шіреге 1,5%-дан кем болмау керек ол жерде. Қызылша егер егетін болсаңыздар. Сосын бейтарап болу керек. Қышқылдығы 6,5. Сонымен бірге 1 килограмм топырақта енді қазір агрохимиялық лабораториялар жұмыс жасап тұр. Жерлеріміздің бәрін тексертіп алуға болады. 1 килограмм топырақта азот пен калийдің мөлшері 150 миллиграммнан кем болмау керек. Содан кейін бір талап. Бор болу керек топырақта. Бордың 1 килограмм топырақта 0,7 миллиграмм бор болу керек. Бордың қасиеті не? Ол фотосинтез жақсы. Жапырақ арқылы қоректік заттарды жақсы жинайды. Содан кейінгі бір қасиеті бұл дуплисис дейді. Қамырдың ортасы қуыс болып қалады. Егер бор жетіспегендіктен болды бұның бәрі. Егер осы борды уақытында беріп отырсаңыздар, 2 рет берілу керек екен. 100 литр суға 50 граммнан. Жаңа айтып жатырмын, ауыспалы егіс. Қант қызылшасы бір алқапқа 4 жылдан кейін бірақ келу керек. Бұнда ауыспалы егісте қызылшаның көлемі 25-28 үлесі 28% болу керек ол. Сосын ауыспалы егістікте көп жылдық жоңышқаның болғаны өте маңызды. Жерді құнартады, тыңайтады деген сияқты әңгіме. Бірақ жоңышқадан кейін бірден қызылша егуге болмайды. Одан кейін жоңышқадан кейін дәнді дақылдар егілу керек. Сосын ғана бар оборот пласта дейді. Айналымынан кейін бір топырақ соқа айналымынан кейін, жыртылғаннан кейін сол жерге барып қызылша сонда бар орналасу керек. Қазір біздер 7 танаптық, бұл енді үлкен шаруашылықтарға арналған 7 танаптық ауыспалы егіс дейді. Содан кейін мына соя деген дақыл бар. Содан кейін 2 жылға дейін қазіргі сояға неше түрлі гербицидтер беріп жатырмыз ғой. Иммунозапир деген бір заты бар. Действующий вещества дейді. Сонысы топырақта 2 жылға дейін сақталады. Бұдан кейін қызылша бұл соядан кейін шықпайды. Шықса да сразу өліп қалады ол. Міне осы 7 танаптық, яғни күздік бидай көп жылдық жоңышқа 2 жыл қатарынан қолданысса болады жоңышқа. Содан кейін жүгері, картоп, май бұрсақ жаңағы соямыз. Одан кейін фитосанитарлық бөлім дейді. Бұл арпа, бидай. Осылардан кейін барып 2 жыл қатарынан қант қызылшасы егілсе, өнім тұрақты өнім алуға болады. Яғни біз гектардан 800 центнерден, яғни 80 тоннадан өнім алғымыз келсе, 1 гектарда 110-120 мың өсімдік болу керек қой. Енді топырақты негізгі өңдеу. Бұл жұмыстар күзде жасалу керек барлығы. Яғни дискілеу, дала суғару, көп жылдық арамшөптермен күрес, фосфор, калийдің ашықтарын беру, сүдігерлеп, жырту, тегістеу. Топыраққа жыртар алдында фосфор, калийдің ашықтары жылдық мөлшердің 3-2 бөлігінде берілу керек қой. Башты кейде мүмкін толық дозасында беруге болады. Өйткені бұл фосфор ары қарай мына азот сияқты, селитраның азоты сияқты ары қарай кетіп қалмайды ол. Ол топырақта қалады, топырақпен байланысып қалады. Тек қана ол мына өсімдікке қолайлы қажетті жағдай тек қана мына өсімдіктің тамырдан шыққан сөлбеден фосфор өзінің оңтайлы жағдайға келеді, өсімдік қабылдайтындай.
Biz қазір селитраны береміз, селитра бұл селитрамыз жасартады. Селитра бұл жапырағын көтереді. Ал фосфор бұл гидративный органдарды тамыр жемісін көтеді, тұқымының дәнді толықтырады. Сол гидративный органдарды түгел өте жақсы әсер етеді. Яғни бізде кейде фосфор күзде жетіпсіз болып қалған кезде көктемде береміз дейміз. Онда предпосевной сеялкамен береміз, предпосевной береміз. Берсекте тереңдік бір 4 сантиметрге береміз. Ал қызылшаның тамыры ары қарай 30 сантиметр жатыр. Яғни фосфор оған жете алмайды. Селитра болатын болса, ол жарайды предпосевной бердім, мен жердің бетіне шаштым. Жаңбыр жауса 20 сантиметрге дейін кетіп қалады. Ал егер суғарсаң, оны одан да арыға кетіп қалады. Айырылып қаласың селитрамен. Сондықтан да бөліп селитраны подкормить бергенде бөліп беру керек. Ал енді қалың жаңбыр жауса, фосфор 3 сантиметр ары қарай жылжиды екен. Сонда бар болғаны 7 сантиметр тереңдікке біз көктемде бергенде фосфорды апарады екенбіз. Ал оның тиімділігі 50%-ға дейін кеміп кетеді осындайда. Сондықтан да осы фосфорды бергенде, амофосты бергенде абай болған жөн. Енді топырақты алдын ала өңдеу, предпосевная обработка дейді. Көктемдегі біздің барлық жұмысымыз қыстай сақталған, жиналған ылғалды сақтау. Яғни поляға біз техниканы беталды кіргізе бермеуіміз керек. Ең бірінші қар кете салысымен ылғалды жабу жұмысы дейді, тырмалаймыз. Ранее весеннее баранование. Соның себептің алдында мына қазір заманауи агрегат бар, мына компактор деген. Бір жүргенде 4 операцияны бірақ істейді. Тегістейді, жерді қопсытады, арап шөп өлтіреді. Ең бастысы мәселесі себу төсегішін жасайды. Ана дәндік. Бұл қызылшаның дәні 2,5-3 сантиметрден ары қарай тереңдікке себу керек. Егер олай болатын болса, ол шықпайды. Себу. Қазір әрине қант қызылшасын себуге өте заманауи, әмбебап, ақылды сеялкалар келіп жатыр. Тек агрегаттың скоросты аз болу керек. 5 км сағатына 5 км-ден артық болмау керек. Егер одан артық шапқылап кететін болса, түгел тұқымдың бәрін далаға лақтырып кетеді. 1 гектарға қазір пассивная единицамен егіледі қызылшаның тұқымдардың бәрі. Себу бірлігі дейді, 1/4 берілу керек. Біздің насихаттап жүргеніміз осы. Өсімдіктер күтіп баптау жұмыстары. Яғни қазір ең басты талап өсімдік қант қызылшасы жер бетіне шыққаннан кейін 2 айға дейін арап шөптен таза болу керек қой. Барлық жұмыстың бәрі осы 2 айда жасалу керек. Қазір соңғы жылдары дуал голд топырақ гербициді шықты, фронтир оптима деген бар топырақ гербицидтері. Бірақ бұлардың бір кемшілігі, бұл топырақ гербицидтері ылғалды көп қажет етеді. Ылғал мол жылдары арам шөпті жақсы контроль жасайды. Ал енді қуаңшылық жылдары топырақта ылғал жоқ болса, бұл топырақ гербициді жұмыс жасамайды. Мына жерде көріп тұрсыздар, міне, мынау ворох өзі бағана полядан келген семена. Одан кейін ол семенаны біз мынандай арнайы аппараттарымыз бар. Тонкий очистки, грубый очистки деп мына. Сол мына жердегі горка дегеніміз бар. Осыны міне қарап тұрсаңыздар, міне. Разницасы өзі бар өзі бірден. Мына ішіндегі босы бар, кішкене несі бар бағанағы. Сабақтар бар, соның бәрін алып қалады да бірінші тазалаудан өтеді. Ол тазалаудан өткеннен кейін біз семенамызды бағана шлифовальный машинаға саламыз. Ол енді сыртқы эпителий қабаты өздеріңізге белгілі. Басқа заводтар бар ғой, мысалы, КВС болсын, Флоримон, бағана Марибо, осылардың барлығы қант қызылшасының негізгі басты себебі сырттағы заттарға инертті заттар қосып бағанағы биостимулятор дейді олар өздерінше. Бұлар биостимуляторлар бар, вегетация кезінде қолданылады. Және тұқымға арнайы. Екеуі екі түрлі действующий вещество бар, әртүрлі. Сол себептен бұлар қосады. Сосын өздеріңіз көрсеткен шығарсыздар, ИПД деп жатыр.
инновационный технология шығарып олар. Форс магна қосамыз дейді. Мысалы, шет мемлекеттің адамдар. Не үшін? Ол бірден бағана тұқымның өзінің энергиясы бар. Сол энергиясını арға жақсарту үшін. Және қоректі заттарды. Кей кезде болады ғой, коркаға ұшырап қалған кезде ол өзінің бойындағы несін көтеріп кете алмайды. Жарып шыға алмай қалады кей кезде. Сол үшін оған құрама бағана қосымша энергия береді дополнительно. Ол сол кезде өзінің астыңғы ұстап тұрып, кей кезде үстіне бір уақытымен жүрген кезде өзінің энергиясы болады. Кейбіреулер болады, басында не қылып тұрады, как будто энергиясы жақсы көрсетіп тұрады, кейін өсу көрсеткішін төмендетеді. Сол кездегі бәрі қосылады. Мына біз шлифовкадан өткеннен кейін бұны калибровать етеміз. Стандарт бар өзі. Бүкіл стандарт, мысалы КВС компаниясы 100 жылдан артық істеп жатыр, олардың стандарты бойынша бізде де сондай стандарт берілген. 3,5-4,5 миллиметрден артық семенаны обработка жасауға болмайды. Не үшін? Өйткені сыртқы бетіндегі инерт заттар бар. Фунгицид қосылады, оған инсектицид жағылады. Осылардың барлығы соответствующий жерге түскен кезде жердің экологиялық көрсеткішін неғылмау керек, астырмау керек. Сол себептен стандарт түрінде 3,5-4,5-ді біз арнайы дрожжілеуден, мына көрсеңіздер болады өзі. Ол біз қолдап жатқан. Бұның неше түрлі нелері бар. Бұл жерде орыс бар, Қытайдан әкеліп жатыр. Бұл ұнның түрлері бар. Россияда арнайы древесный ұн бар. Ал Англияда бар, термичный деп қояды, олар бағанағы жүрген кезде ұн бір-біріне жабыспайды, кәдімгі сухой болып тұрады ғой, өзі шашылмау түрде. Сол себептен бұл ұнның ішіне басқа мемлекетте инерт зат қосады, сосын клей қосады. Қазір өзі қарап тұрсаңыздар, мынандай мәселе ғой. Біздер дайындаймыз, мысалы тұқымды, шетелден сатып аламыз тұқымды. Бірақ шетелден сатып алған тұқымның 99% лаборатория сорыштан өткен, келеді. Оны біз білмейміз. Олар инерт заттар немен жасады, мысалы. Олардық да бір секрет. Ол үшін не үшін жақсартуымыз керек? Енді бұл жерде тағы бір нәрсе ақшасында. Егер біздің мына жасалып жатқан дүниелер, мысалы, мына семиналарымыз біздің қазір жасалып жатқан. Бұлардың бағасы өзімізге келесі, мысалы, 64 мың, 74 мың емес, 18 мыңнан басталады, мысалы, қазір мына жерде. Енді осы жағдайға жету үшін біз не істедік? Біз қаншама заводтардың несін қарадық. Жалпы обработка қалай жасалады олар? Мысалы, бор келеді, өздеріңіз білесіздер, полядан шабылады. Бірақ полядан қандай неде шабылады? Бұл қалай өсу керек? Бірінші аталық аналық қалай сақталу керек? Линиясы қалай таза болу керек? Енді өздеріңіз білесіздер, мысалы, қант қызылшасы 40 күн гүлденгенмен кейбір кезде болады, аталық пен аналығы бір-біріне изолировать етіп, бірінші линия аламыз десеңіздер, кейбір бір-бірін қабылдамайды. Өйткені стерильный, не стерильный аталық аналық келмейді. Сөйтіп, дән образовать етпейді. Сол сияқты бұл жерлерде бар. Оны алғанның өзінде де оны алып келіп жинап, мысалы, тонналап жинап алмаймыз. Кус бар ғой, үлкен бір ағаштың күс сияқты. Сондайға жеке отырғызып, оны жеке дайындап, оның жанында арнайы қарап тұратын нелер бар, жер кіргізіп. Сол ең басты нәрсесі, басқа нәрсе оны аппарат етіп беру керек. Соның өзінен жаңа тұқым алу керек. Тұқым алғаннан кейін бұны біз калибровать еткеннен кейін 3,5 мен дрожжілеуге саламыз. Дрожжілеуге бағана ұнды пайдаланамыз. Оның ішінде клей бар. Оның ішінде бағанаға осы клеймен жасап дрожжілеу процесіне домалақтауға келгеннен кейін бар, біз бірінші функционалды фунгицид қолданамыз. Одан кейін біз бірана калибровать етіп дайындаймыз, дрожжілеуді етеміз. Одан кейін фунгицидтен түсіргеннен кейін бағана аға айтып кетті, 40 градус. Неге 40 градусқа қоямыз? Өйткені білесіздер, ішінде бұның ядро, бағана ішінде тұқым бар ғой, енді ядросы. Ол неғұрлым влагасы соответствующий келген кезде ғана тоқтатуымыз керек. Егер одан асып кететін болса, ол или қатты су ішіп болса, энергиясына бірден әсер етеді. Біздің басты міндет сіздер себіңіздер. Біз бағанаға айтып жатырмыз ғой, ғылыми жолада қалай істеу керек, қандай нелері болып жатыр. Мысалы, біздің семиналарда 96-97% сорыс көрсетеді. Міне біздің тұқымдар мына көрсеңіздер болады. Сосын біздің университеттің ішінде кішкене цех бар. Оған да кеп көрем десеңіздер көріңіздер. Алып көріңіздер. Бағана научный сопровождение деп айтып жатырмын. Сейітқаным аға сол жерде жұмыс істейді. Бұл кісі данныйларды осы кісіден алып тұрсаңыздар болады, келем деп жатсаңыздар.